Қазір енді үлес жайында түсіндіретін боламын. Үлес, яғни үлестер 3-ші сыныптарда кездеседі. Үлес дегенімізді жалпы қалай түсінеміз? Мысалы, айталық, мысалы, балаға түсіндіргенде де, мысалы, торт, пицца дейік айтылатын болсақ, осы мысалында бір бүтін ғой, соны біз негізі бұны бір деп аламыз. Иә? Егер де осыны біз екіге бөлетін болсақ, иә, мына жағы жарты, мына жағы жарты. Бірақ осыны біз екіге бөлдік, бірақ бір жағын боядық қой. Не болса бір жағын алдық, бір жағын балаға бердік деген сияқты. Не болса бір жағы желінді дейтін болса, екіге бөлініп тұр ғой. Жазамыз 2 дейміз да. Осының біреуі, демек 2-ден 1. 2-ден 1 үлес деп айтамыз, не болса 2-ден 1 бөлігі деп те атаймыз. Демек, бір бүтінді екіге бөлдік, жарты. Одан шығатын қорытынды жартысын табу үшін біз екіге бөлеміз. Демек, 2-ден 1 деп оқылады, мына бөлшек сызығы, яғни 1-ді 2-ге бөлу деген мағынаны білдіреді. Және оны жаңағы айтқанымдай үлес немесе 2-ден 1 үлесі немесе 2-ден 1 бөлігі деп те атаймыз. Яғни жартысын табатын болсақ 2-ге бөлеміз. Ал егерде 4-тен 1 бөлігін, яғни ширегі деп те атаймыз. Ал ширегін табу үшін біз кез келген, мысалы, ширегін табу керек болатын болса, мысалы, ғасырдың ширегін тап, не болса жылдың ширегін тап деген болса, яғни оны түрлендіріп барып 4-ке бөлеміз. 4-тен 1 бөлігі, яғни 4-тен 1, мысалы 4 бөлікке бөлінді, соның біреуі деген мағынаны білдіреді. Не болмаса, кез келген 4-ке бөлдік, соның біреуі, яғни 4-тен 1 үлесі, яғни бөлігі. Бұл тақырыпты айтып жатырған себебім, яғни үлеске де сұраныс, яғни солай түсіндіруімді сұраған еді. Енді 2-ден 1 деп оқимыз, жазылуы 2-ден 1 деп, яғни айтылуы, оқылуы 2-ден 1 бөлшек сызығы арқылы, яғни 2 бөлімі 1 алымы. Яғни 2-ге бөлде, біреуін ал деген мағынаны білдіреді. Енді үлес деп көбінесе санның бөлігін табатын кезде де қолданамыз. Бөлігі арқылы санды табу дегенде тақырыптар болады. Қазір санды арқылы бөлігін табуды көрсететін болайын. Яғни дәл осы жерден шығаруға болады. Мысалы, кез келген санның, я болмаса шаманың ширегін табу, шаманың бөлігін, мысалы біз қазір 4-тен 1 бөлігі, яғни ширегі дедік қой. Демек, ширегін табу үшін 4-ке бөлеміз. Мысалы, жаңағы айтып өткенде, жылдың ширегі қанша айға тең келеді дегенде. Демек, бір жылда 12 ай бар ма? Демек, 12-ні біз 4-ке бөлеміз, 1-ге көбейтеміз, яғни 4-тен 1 ширегін табу дегеніміз, яғни ол 3 айға сәйкес келеді екен. Жылдың ширегін табу. Кейде келеді ғасырдың ширегі деген сияқты. Ғасырдың ширегі неше жыл? Яғни ол бір ғасырда 100 жыл бар ма? Демек, біз не істейміз? 100-ді 4-ке бөлеміз, 1-ге көбейтеміз. Яғни 25 жылға сәйкес келеді екен ғасырдың ширегі. Демек, ширек дегенде балаларға солай түсіндіреміз. Енді шаманың бөлігін, не болса үлесін біз қалай табамыз? Мысалы, 6-дан 5 тәулік неше сағатқа тең деп сұрақ қойылатын болса, біз оны балаға қалай түсіндіреміз? Яғни шамаға мән береміз. Мына жерде тәулік, мына жерде сағат. Демек, біз тәулікті сағатқа айналдырамыз. Бір тәулікте 24 сағат болғандықтан біз 24-ті бөлеміз, 6-ға көбейтеміз, 5-ке. Дәл жаңағы айтқанымдай 2-ден 1, яғни бөлімі алымы дедім ғой. Бөліміне бөлде, алымын ал деген мағынаны білдіреді, яғни алғанда алмаймыз, соны көбейту арқылы нешке алымына көбейту арқылы біз нешке тең болатынын анықтаймыз. 24 пен 6-ның бөліндісі 4, 4 пен 5-тің көбейтіндісі әрине ол 20 сағатқа тең келеді екен. Дәл осылай, мысалы біз қазір шаманың бөлігін таптық, сандардың да бөлігін табуды дәл солай қарастыратын боламыз. Мысалы, 60-тың, айталық 60-тың 5-тен 1 бөлігі болсын. Яғни 5-тен 1 үлесі деп атаймыз. 5-тен 1 бөлігі дегеніміз 60-тың, яғни тек қана сан. Демек, 60-ты
5-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. Қарап тұрсаңыздар 60-ты 5-ке бөлгенде 12, 1-ге көбейтіндісі бәрібір сол 12-ге тең келеді. Бірақ 1-ге көбейтуді міндетті түрде жазамыз. Себебі барлық жағдайда 5-тен 1, 4-тен 1, 2-ден 1 үлесті сұрамайды. Қарап тұрсаңыздар 6-тан 5, 7-тен 3, мысалы 20-дан 7 деген сияқты бөліктерін сұрайтын болады. Сол себептен 1-ге көбейтуді міндеттеп қоямыз балаға. Өйткені бала соны дағдылану керек. Яғни бөліміне бөліп, алымына көбейтуді бала дағдылану керек. 6-тан 5 тәулік дедік па, дәл солай шаманы да жасай береміз. Мысалы 20-дан 7 километр қанша метрге сәйкес келеді дейтін болсақ, дәл жаңағындай өлшем бірліктеріне көңіл бөлеміз. 1 километрде қанша метр бар? Демек, километр метрге түрлендіреміз. 1 километрде 1000 метр бар ма? Демек, біз 1000-ды бөлеміз 20-ға, көбейтеміз 7-ге. Бөлеміз 20-ға, көбейтеміз 7-ге. 1000-ды түсінікті болды, 1 километрде 1000 метр бар. 1000-ды 20-ға қалай бөлеміз? Алдындағы сабақтарды да Инстаграмда қараған болсаңыздар, сол жерде берілген, яғни оқушылардың жасаған. Яғни 1000 мен 20-ның бөліндісін біз қалай табамыз? Бөлгіште неше 0 болса, бөлінгіштегі сонша 0-ді қысқартамыз. 100-дің 2-ге бөліндісі әрине 50, 50 мен 7-ның көбейтіндісі 350. Демек, 20-дан 7 килограммымыз 350 метрге сәйкес келеді екен.